Кез келген нәрсені жегенше аштық жақсы деген екен 900 жыл бұрын өмір сүрген парсы ақыны Омар Хайям. Елестетіп көрсеңіз, сіз жас, сау және күш қуатқа толы болғыңыз келе ме деген сұраққа жоқ деп жауап берсеңіз, абсурд емес пе? Олай болса, неге біздің дүкендер жарамсыз азық-түлік тауарларына толы? Неліктен біз өзіміз және балаларымыз денсаулықты бұзатын тағамдарды тұтынамыз? Содан кейін оны одан да көп бұзатын химиялық препараттармен түзетуге тырысамыз. Бүгін талқыланатын кейбір өнімдер өте зиянды емес болып көрінуі мүмкін. Сондықтан оларды жеудің зияндылығын түсіну үшін бейнені соңына дейін қарауды ұсынамыз. Барлығыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге дертке ем арнасы. Құрметті көрерменім, еңбегімізге кері байланыс ретінде комментарий жазып немесе жай смайликте қалдырсаңыз жетіп жатыр. Лайк басып тіркеліп кетуді де ұмытпаңыз. Сіз үшін болмашы әрекет бізге әрі қарай сіз үшін пайдалы контент шығаруға үлкен шабыт береді. Ең зиянды тағамнан бастайық, ол маргарин. Маргарин бірінші болып қоқыс жәшігіне түсуі керек. Бұл май тәрізді өнім өсімдік және жануар майларын өңдеу кезіндегі таза химия. Оны қыздырмай және химиялық заттарды қоспай алу мүмкін емес. Барлық маргариндерде жүрек пен қан тамырларына зиян келтіретін транс майларының көп мөлшері бар. Анықтама үшін 100 грамм маргаринде 15 грамм транс майлары бар. Тұтынылатын тағамның жалпы көлемінен 2 граммға дейінгі трансмайларын тұтыну қауіпсіз деп саналады. Сол себептен маргаринді аз тұтынсаңыз немесе ас үстелінен мүлдем алып тастасаңыз тіпті жақсы болар еді. Келесі қауіпті өнім соустар мен кетчуптар. Коммерциялық соустар мен кетчуптар жасырын қанттардың, консерванттар мен дәмді күшейткіштер мен тұрақтандырғыштардың қоспасы болып табылады. Мысалы, бір қорап кетчуптың 5-тен 1 бөлігін қант құрайды. Сонымен қатар, соустар мен кетчуптар арзан майлардан жасалады. Құрамында сол баяғы транс майлары кездеседі. Және нәзік консистенция беру үшін оларға жиі крахмал қосады. Дәрігерлер консервіленген томат соусын жасырын өлтіруші деп атайды. Бұл семіздік, қан диабеті, жүрек аурулары қаупінің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Тағы да қауіпті өнімдердің бірі чипсы мен фри картоптары. Өткен жылы чипстердің ойлап табылғанына 165 жыл толды. Бұрын олар кем дегенде табиғи картоппен дайындалса, қазір олар тұзбен, дәм күшейткіштермен және тағамдық хош иістендіргіштермен байытылған бидай мен жүгері крахмалына айналды. Олардың ішінде тірі және пайдалы ештеңе жоқ, бірақ трансмайлары жеткілікті. Сонымен қатар чипстердің құрамында қатерлі ісік ауруын арттыратын акриламид деген қауіпті зат бар. Дүкенде сатып алынған картоп пальма майлары мен қоспалар қоспасымен қуырылады. Бұл қуыруға арналған май бір апта бойы ауыстырылмайды. Бұл көбінесе қан тамырларының бітелуіне әкеледі. Келесі қауіпті өнімдердің бірі тәтті газдалған сусындар. Олардың құрамында қанттың теңдесі жоқ мөлшері бар. Яғни 100 мл-ге 10 граммнан астам. Яғни жарты стакан тәтті сусын 2 ас қасық қантпен тең. Бұл тек минимум. Пакеттелген сусындар қант мөлшері жағынан газдалған тәтті сусындармен салыстырғанда еш қалыспайды. Жарты стакан алма шырынында 4 шай қасық қант бар. Газдалған лимонад немесе пакеттелген шырын ішу сұйық кәмпит ішумен тең. ақш-та газдалған сусындар семіздік, қан диабеті және гормональды бұзылулардың негізгі себептерінің бірі болып табылады. Қауіпті өнімдердің бірі арзан шұжықтар. Қазіргі таңда шұжықтарда ет өнімі жалпы 25%-ді құрап отыр. Бір танысым шұжық өндіретін зауытта практикадан өтіп, қазір шұжық жеуден мүлдем бас тартқан. Көп қазақстандықтардың тұнатын шұжықтарының құрамы ет қалдықтары, трансгенді соя бұршақтары, консерванттар, қоюлатқыштар, эмульгаторлар, антиоксиданттар, тағамдық бояулар, хош иістендіргіштер болып табылады. Құрамында пайдалы дымы жоқ, оған қоса қауіпті ауруларды туғызатын бұл шұжықтарды жегенше ауылымыздың ағадал өзіміз баққан малымыздың етін неге жемеске? Қант кәмпитлер. Оларда қант өте жоғары. Шын мәнінде бұл әдемі қабықтағы қант концентраты. Секерді нормасынан көп қолдану рак клеткаларының пайда болуына әкеледі және қант диабеті ауруын туғызады. Бұл тек көп тізімнің бастылары ғана. Бұл тізімде айтылған өнімдерді қолданба демейміз. Тек қана аз мөлшерінде шамадан тыс асырмасақ болғаны.